біздің Маңғыстау топономастикалық ареалына байланысты соны зерттеуге арналған экспедициямыз басталады. Бұл экспедиция Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің грантымен ұтып алған ғылыми жобаның негізінде, соның аясында ұйымдастырылып отыр. Экспедицияға Есенов университетінің ғалымдарынан өзге Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессорлары және Алматыдағы Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдары, сонымен бірге докторанттар, магистранттар қатысып отыр. Бұл тақырып өте күрделі және бірнеше ғылымдар қиылысындағы тақырып, сондықтан да бұл экспедицияға тек қана лингвистер, филологтар емес, сонымен бірге фольклор танушылар, мәдениет танушылар, этнографтар, тарихшылар, географтар қатысып отыр. Себебі біздің тақырыбымыз сондай күрделі тақырып. Біз осы жолы Маңғыстаудың Түркменстанмен шекараласатын, шектесетін бөлігіндегі ежелгі құдықтарды, ежелгі қамалдарды, үйіктерді, қорғандарды, түрлі сакралды орындарды, солардың атауларының шығу тарихын зерттейтін боламыз. Бүгін бір экспедициямызды бастап отырмыз. Бұл Маңғыстаудың оңтүстік және батыс аймақтарына бағытталған экспедиция. Бұл тарихи топонимдерді зерттеуге арналған және тарихи логистиканы зерттеуге арналған экспедиция. Сол экспедициямызға зерттеу жұмыстарына нәтиже тілейміз. Өздеріңізге белгілі, Маңғыстау өңірінің тұрақты даму үшін оқыту, шабыттандыру және зерттеулер жүргізу біздің университеттің миссиясы болып табылады. Осы миссияның аясында біздің негізгі приоритеттердің бірі ол сакралды Маңғыстау. Осы сакралды Маңғыстау бойынша біздің осы тарихи экспедициямыздың екінші фазасы деп айтсақ болады. Алдыңғы 3 жылдың ішінде білім және ғылым министрлігінің қаржыландыруымен осындай үлкен бір жоба жүзеге асқан. Қазір екінші фазасы топографиясы бойынша зерттеулер жүргізіліп жатыр. Осы бойынша енді ғылым комитетінен үлкен бір қолдау, енді қаржыландыру үлкен осы келіп жатыр. Енді сәт сапар тілеу рәсімінен жаңа куә болдық. Бірақ негізінен бұл жерде деген тек қана ғылым емес, оған қарай осы алған білімді әрі қарай келешек білім беру бағдарламаларға енгізу өте маңызды болып тұр. Осы үшін біз енді Евразия ұлттық университетіндегі этнограф Жамбыр Омарұлы, осы біздің Әлкей Марғұлан атындағы ғылыми зерттеу институтының өкілдері келіп, осы өңірде зерттеулер жүргізіп, әрі қарай келешек ұрпаққа осы мамандарды қалай дайындаймыз деген үлкен бір жоба. Қазіргі таңда біз бөлек министрлік құрылғаннан кейін, осы ғылым мен білімнің синергиясы қалай жүзеге асырады, осы бір тең бір өзіме жүрегіме жақын болып тұрған дүние осы болып тұр. Сондықтан осы ғылыми зерттеудің нәтижесінде біз үлкен бір коллаборация немесе консорциумды жүзеге асырамыз ба деген ой бар. Кеше ғана осы Әлкей Марғұлан атындағы ғылыми зерттеу институтының директоры мен бірге осы облыс әкіміне келдік. Облыс әкімі де осы біздің өңірдегі өзекті тарихи мағынасы бар мәселелердің бет ашылмаған дүниелер өте көп. Соны зерттеу бойынша кеңінен осы бір қолдау көрсете бастады. Бізге кадр дайындау керек. Өкінішке орай қазір жоғары буынды азаматтар бар, бірақ келешек буынды азаматтар кім оны зерттейді деген үлкен сұрақ. Сондықтан қазіргі таңда біз енді профориентациялық жұмыс, балдардың осы археологиялық жұмыстарға, этнографиялық жұмыстарға бір бет бұрыс бойынша бір үлкен бір ойларымыз бар. Енді әрі қарайда келешекте мектеп қабырғасынан, университеттің бакалавр деңгейінде қабырғасынан осыған деген құштарлық немесе қызығушылықты қалыптастырамыз ба деген үлкен ойларымыз бар. Не айтамыз? Сәт сапар, жолдыққанда жолдарыңыз болсын, қыдырата жолдастарыңыз болсын. Біздің әріптестерімізге жақсы ғылыми нәтижелермен оралыңыздар деген тілектеспіз. Құдайым оңдағай, оң жолына бастағай, атам бекет қолдағай, жортқанда жолдарың болсын, қыдырата жолдастарың болсын, сіздерді аман келет деп үйде күтіп отқан шаңырақ шаттыққа толсын. Аллаху акбар.